بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, ардақты бауырлар, Алла тағала осы қасиетті күнде өзінің үйіне басып келген адамдарымызды сауапқа жазсын, және дұғасы қабыл болатын мезеті, дұғасы қабыл болатын сағаты бар осы күнде жасайтын, тілейтін дұғаларымызды, құлшылықтарымыздың барлығында қабыл етсін. Алла тағала Құран-ы Кәрімде, Бақара сүресінде жалпы біздің өміріміздегі маңызды шаруаларды өзінің ретімен баяндап былай дейді. Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллазина юъминуна бил гайби ва юқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Садақаллахул азим. Олар сондай Алланың сүйікті құлдары. Олардың сипаттары ең бірінші, олар ғайыпқа иман келтіреді. Демек, адам баласының, момын мұсылманның өміріндегі ең негізгі маңызды мәселе ол иман. Бір, Аллаға біздің сеніміміз, иманымыз. Яғни, иманымыздың, ақидамыздың дұрыс болуы. Біздің иманымызға Аллаға серік қосу, күмән секілді иманымызды бұзатын дүниелердің болмауы. Иманның маңыздылығы соншалықты, Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Алла тағала шын мәнінде өзіне серік қосқанды кешпейді. Ал басқа күнәларды қалаған өзінің құлдарына кешеді дейді. Яғни, иманның маңыздылығы осыншалықты. Иманымыздың, таухидымыздың дұрыс болуы осыншалықты маңызды. Егер де таухид болмаса, ол кешірілмейтін күнә. Қалған нәрсен бәрін кешірем дейді. Қалған сендердің нәпсі құмарлықпен, тағы да басқа бір жаңағыдай асығыстықпен, сабырсыздықпен жасап қойған, көрсе қызарлықпен, дүние қоңыздықпен жасап қойған күнәларыңды Алла тағала қаласа кешіреді дейді. Бірақ серік қосу, ол әңгімесі басқа, Алла сақтасын. Сосын екінші айтып отыр: «Ва юқимуна ас-салат». Намазды олар орындайды. Намаздарын, құлшылықтарын түгелдейді. Намаз, өткен жұмада біз айттық, қаншалықты маңызды екенін, және намазсыз болудың қаншалықты қауіп екенін айттық. Одан кейін барып келеді үшінші мәселе, осылай Алла тағала ретімен біздің міндеттерімізді баяндап отыр. Ва мимма разақнахум юнфиқун. Біздің берген рызқымыздан олар мал мүлікті жаратады. Яғни біздің берген рызқымыздан мал мүлікті бірінші өзіне жаратады. Одан кейін отбасына жаратады. Бала шағасына, ары қарай туыстарына, ағайындарына, көршілеріне, жалпы елге, қоғамға, мұсылмандарға жаратады. Алланың разылығын тілеп, яғни олар біз берген ризықтан жаратады деп отыр. Демек, біздің мал мүлікті жаратуымыз
біздің мынау Алла берген рызықты пайдалануымыз бұл күнделікті біздің өміріміз. Онсыз біз өмір сүре алмаймыз. Бұл Алла тағала біздің өмірімізге мынау адами біздің болмысымызға қажеттілік ретінде қойып қойған міндет. Міндетті түрде біз жаратуымыз керек. Жаратпасақ, Алла берген рызықты пайдаланбасақ біз өмір сүре алмаймыз. Ол сондай біздің жаратылысымыздың заңдылығы. Демек, бұл осындай заңдылық болатын болса, ислам бізге міндеттеп қойған іс болатын болса, бұның белгілі бір деңгейде шариғатта шарттары бар. Шариғаттың қоятын осы мал мүлікті жаратуға, жалпы Алланың берген рызқын жаратуға қатысты Алла тағаланың бізден ететін талаптары бар. Бізден талапты Алла тағала сұрайды. Бізден ертең бұған қатысты бізден шарттардың барлығын сақтадық па, сақтамадық па, бізден сұрақ болады. Алла тағала ары қарата ең негізгі шартты айтады. Я айюхаллазина аману анфиқу мин тойибати ма касабтум ва мимма ахраджна лакум минал ард. Ва иман келтіргендер, сендер өздерің еңбектеніп, кәсіп қылып тапқан рызықтың халалынан сендер жаратыңдар дейді. Халалынан, адалынан, тазасынан, ешкімнің ақысы қосылмағанынан, ешқандай Алла тағала тыйым салған іс араласпағанынан сендер жаратыңдар. Ең бірінші кезекте болса да өздеріңе, сосын отбасы бала шағаларыңа ары қарай садақа, зекет жалғаса береді. Демек, біз жарататын мал мүлік, біз пайдаланатын Алланың рызқы, шариғаттың қоятын талабы халал болу керек. Ол ұрлығы емес. Ол алдап, арбап жасалған сауда кәсіп емес. Ол шариғат тыйым салған харам заттарды, қоғамның, мұсылмандардың денсаулығына зиянды, алкоголь ішімдік болуы мүмкін, ол немесе мысал үшін шегетін түтін болуы мүмкін. Сондай тыйым салынған харам нәрсе емес, сендер адалынан жаратыңдар деп тұр. Өзің жеп атсың ба, адалынан же. Бала шағаңның шотына жібердің бе, адалынан жібер. Тағы да бір өзіңнің отбасыңның, әулетіңнің шаруасын шешуге мал мүлік жараттың ба, бердің бе, адалынан бер, адалынан жарат. Яғни шариғаттың қоятын шарты ең негізгі осы. Ары қарай болса да талаптар, шарттар тағы да жалғасады. Солардың бүгін ең негізгі бір екеуіне тоқталамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Иннака лан тунфиқа нафақатан табтағи биха вajha Аллах илля ужирта алейха». Момын мұсылманның әрбір мезеті Алланың разылығы. Әрбір мезеті. Сондықтан бізде мынандай қағида бар. Ан-ният тухауилул адат илал ибадат деген. Ниет, мынау біздің көкейіміздегі Алланың разылығы деген мақсатымыз, ол әдеттегі іс шаруалардың барлығын құлшылыққа айналдырып жібереді. Әдеттегі. Яғни сіз әрбір әдеттегі адал іс әрекетіңізді, адал іс қимылыңызды Алланың разылығы үшін, Алладан сауапты үміт етіп жасадыңыз ба, Алла тағала оған сауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: сен қандай да бір мал мүлікті жараттың ба дейді, Алланың разылығын тілеп. Отбасыңа жараттың, бала шағаңа жараттың, әулетіңе жараттың, өзіңе жараттың. Алланың разылығын тілеп, мен осыны жаратып атқан уақытта Раббым, мен мені адалдан таптым, мойнымдағы міндетім бар, бала шағамды асырауым керек деген менің мойнымда парызым бар. Сол парызды орындау үшін мені беріп жатырмын. Сол парызды орындау үшін мені осы жерге жаратып,
мынау азық-түлікті алып жатырмын, немесе осы бір затты алып жатырмын деген ниетпен сен жараттың ба, онда Алла тағала саған сауап береді. Момын мұсылманның сондықтан қай уақытта болса да жүрген жүрісі, қимылы, айтқан сөзі барлығы да Алланың құзырында сауап болып жазылуы мүмкін, егерде ниеті түзу болатын болса. Шын мәнінде біз әдеттегі іс ретінде қараймыз. Базарға, мысал үшінге, саудамызға барамыз, отырамыз, сауда-саттық жасаймыз. Әдеттегі күнделікті біздің шаруамыз. Немесе мысал үшінге тағы бір сондай әдеттегі шаруалар жасаймыз, ұйықтаймыз, ішеміз, жейміз. Соның барлығында егерде Алланың разылығын тілеп, мен құлшылыққа өзімді күшейтейін, құлшылыққа өзімді дайындайын, сауапты амалдарды жасауға мен әрдайым мықты, күшті болып тұрайын деген секілді сондай бір жақсы ниетпен Алланың разылығын тілеп, сол әдеттегі шаруаларға сіз кірістіңіз бе, онда Алла тағала оны құлшылық қылып, сауап қылып жазады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде соны айтып жатыр. Ал енді әрбір нәрсенің өзінің шегі болады. Сол шегінен артық кететін болсақ, ол кезде ол біздің шариғатымызда тыйым салынған. Алла тағала Құран кәрімде «Вакулу, вашрабу, вала тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин». Ішіңдер, жеңдер, ішіңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Алла тағала ысырап етушілерді жақсы көрмейді. Алла тағала ысырап етушілерге өзінің мейіріміне оларды лайықты көрмейді. Ысырап етушілерге Алла тағала қамқор болмайды деп Алла тағала ескертіп отыр. Ал ысырап деген не ол? Ысырап деген сіз халал жерге жаратып жатқан мал мүлкіңіз болсын, немесе күш жігеріңіз болсын, болмаса тағы уақытыңыз болсын, сіз артығымен жұмсадыңыз ба, артығымен шектен тыс адал, ол ысырап. Біз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, адам баласының мына белін тіктеп жүруге бірнеше жұтым тамақ жетеді дейді. Бірнеше жұтым тамақ. Егер ол да бір 7-8 қасық жейтін болса, жобамен мысал үшін бір порция болды, ол жетеді дейді адам баласын. А болмай бара жататын болса, онда ол 1/3 тамаққа, 1/3 суға, 1/3, яғни қарнының немесе құрсағының 1/3 ауаға қалдырсын дейді. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге лайфхакты беріп жатыр. Сендер артық жеп қоймаңдар деп. Жай ғана жеудің өзінде. Солай болатын болса, адам баласы ысырап жасамай, нормальны қалыптағы өмірін сүре береді. Ал егер артығымен бір порция емес, 2-3 порция, он арғарата тағы да тәттісін бір 2 жаңағы тортты жеп қойды, басқа қылды, артық. Ары қарай ол артық ысырап амал жасаумен бірге ол денсаулығына зиян. Одан кейін семіздік басады. Тағы арғарата оның жаңағыдай зияндарын ол денсаулығында қанты көбейеді, басқа болады, зиянын шеге береді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай бізге белгілі бір деңгейде өлшемдерін үйретіп отыр. Алла тағала ысырап етпеңдер деп отыр. Сол секілді ары қарата біз уақыттың ысырабын, денсаулықтың ысырабын, күш жігердің ысырабын айта берсек болады. Халал жер сіздің мойныңыздағы міндетіңіз. Балаңызға болса да 5-10 теңге беріп, күнделікті оның қажеттілігін өтеп жүру, ол тағы да сіздің міндетіңіз. Бірақ сіз балаңызға күнделікті қажеттіліктен артық әрдайым шотына мысал үшінге миллиондарды салып қоятын болсаңыз, ол тағы да ысырап. Ол барады да мысал үшінге ана жер, мына жерге артығымен бейпіл жаратып, ол ертең мысал үшін ешқандай мал мүліктің қадірін білмейтін, бір сондай ешқандай жақсылықтың, қиындықтың, еңбектің қадірін білмейтін ұрпақ перзент болып, өскенде басыңызға бәле болуы мүмкін. Неге? Сіз ысырап жасадыңыз. Оның керегінен артық мөлшерде шотына толтырып қойдыңыз. Немесе мысал үшін не керек емес,
адал, бірақ сіз затының барлығын көзі қызды ма, барып ұстады ма, алып бере бердіңіз, себебі Аллаға шүкір сізге берген Алланың рызқы жетеді. Соңында не болды? Балаңыз еңбектің, жаңа мен айтқандай, қиындықтың, жоқшылықтың ешқандай қадірін білмейтін, оның не екенін білмейтін перзент болып өсті. Өмірде сіз өмірден кеттіңіз, ол жалғыз қалды. Сол кезде қиындықтарға тап болған кезде ол бала сынатта қалады. Соңы қажет болатын болса суицидке баруы да мүмкін, өмірдің қиындықтарына шыдай алмай. А оның басында не тұр? Сіз жасаған ысырап тұр. Сіз берген оған артығымен мүмкіндік тұр басында. Артығымен керекті мөлшерден тыс. Міне бұл, яғни ысырап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кулу вашрабу вальбасу ма лам юхалитху исрафун вала махьяла." Сендер ішіңдер, жеңдер, киіңдер. Бірақ ол сендердің іс-әрекеттеріңде ысыраппен және тәкаппарлық болмасын. Ысыраппен тәкаппарлық болмасын. Балақ не үшін тобықтан төмен харам болды? Не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кімдің балағы мына тобықтан төмен болатын болса, онда ол тозақта болады деді. Сосын Абу Бәкір радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы хадисті естігеннен кейін келді: "Ва Алланың елшісі, менің мына мықымым жоқ, өзі кішкене жіңішке кісі болған. Мықымым жоқ, шалбарым түсіп кете береді, изарым түсіп кете береді. Сосын кішкене тобықтан төмен кейде жер сүйретіп қалатын жағдайым бар. Менің халім қалай болады?" дегенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сен ол мен айтқан адамдардың қатарынан емессің. Сен балақты мынау тобықтан төмен түсірген кезде тәкаппарлықпен түсірмейсің" деді. Сенкі табиғи халде ол төмен тұрады, тәкаппарлық емес. Ал арабтың қоғамында сол кезде мен әжемнің, нағаш әжемнің әңгімесінен білем. Соғыстың уақытында, өткен ғасырдың ортасы сол, 40-шы, 50-шы, 60-шы жылдар. Сол кезде ол кісілерде бір ғана көйлек болған. Бір ғана көйлек сыртқа киетін. Түнде жуып, шайып, пештің үстіне кептіріп қояды да, таңертең соны киеді де кете береді. Қазір Аллаға шүкір осындай біз кеңшілік замандамыз, тоқшылық замандамыз. Аллаға мың тәуба. Шкаф деген толып тұрады. Костюмнің түр-түрі, ол костюмге сай, мысал үшін қажет болатын болса, нәскилеріміздің өзін қараймыз біз. Әйтеу бір нәски киіп кетпейміз, шалбарымызға сай келетін нәски киеміз. Сол секілді оған сай келетін бас киімді таңдаймыз. Тақиямыз бар, болмаса басқа бар. Әйел кісілер мысал үшін әрбір көйлегіне бір сумочка мысал үшін соған сай келетін түстегі. Аллаға шүкір қазір сондай кеңшілік, тоқшылық заман, тәуба. Ал бірақ сол кезде қиындық болған. Ойлап қараңыздаршы, әшейін 20-шы ғасырда осындай қиындық болып жатыр киімнен. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінде 7-ші ғасырда қандай қиындық болды. Сондықтан байлар мынау киімдерін сүйретіп өздері байлығын, барлығын көрсетіп, мен басқа кедейлерден жоғары тұрамын деп тәкаппарлықпен киімдерін тобықтан төмен түсіріп жүретін болған. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: тобықтан төмен киімді тәкаппарлықпен кімде-кім түсіріп жүретін болса, онда ол тозақта деп. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл жерде емдегісі келгені жүректегі тәкаппарлық. Сол сендердің киімдеріңде, сол сендердің дастархандарыңда, сол сендердің жүріс-тұрыстарыңда тәкаппарлық болмасын, ысырап болмасын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескертіп жатыр. Ал енді өкінішке орай кейбір біздің бауырларымыз оны тікелей түсініп алып, мысалы қазір әшейін, әдетте киіміміз біздің тобықтан төмен жүреміз. Әдетте солай енді киім бізде. Ешкім оны тобықтан төмен шалбарын киген уақытта бір тәкаппарлық, мен міне осы шалбарыммен байлығымды көрсетіп жүрмін деген ешкімнің басында ондай пікір жоқ. Ал енді сондай пікір жоқ адамдарды келіп, сенің балағың тобықтан төмен, сондықтан сен тәкаппарда боласың, сен тозақта боласың деп мысалы айыптау, ол әрине орынсыз. Біздің шариғатымыздың мақсатына, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мақсатына хадистегі сай емес.
Сондықтан бұл нәрсені ескерейік. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендерде ысырап болмасын деп осылай хадисте ескертіп отыр. Ал енді біздің шариғатымыз, біздің дініміз орта жолдың діні, құрметті жамағат. Орта жолды, орта пікірді ұстанатындар. Сондықтан Алла тағала Құранда айтады: "Уәлә тәжәл ядәка мағлуләтән илә унуқика, уәлә табсутха кулләл басти, фатақауда мәлумән махсура." Сендер мына қолдарыңды бүйтіп жаңағыдай тартып қоймаңдар дейді. Яғни сараң болмаңдар дейді. Беру керек жерде бермей қоймаңдар дейді. Немесе бүкіл мал мүліктеріңді шашып тастап, кәдімгі өздерің ертең немесе отбасы бала шағаларың мұқтаж болып қалмаңдар дейді. Егер олай жасайтын болсаң, онда ертең сондай жағдайда қаласың. Жазғырылып, өзің бір қиындықта, қысымшылықта қалып кетесің дейді. Бұл өмірде де, ақиретте де. Неге? Себебі وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Яғни сендерді біз орта жолды ұстанатын үммет еттік дейді. Орта жол мал мүлікті жаратуда біздің орта жол, біздің жолымыз, біздің тәсіліміз. Біз артық кетпейміз. Сондықтан Алла тағала өзінің Рахманның құлдары деп мақтаған құлдарының сипаты ретінде айтады: "Валлазина иза анфақу лам юсрифу ва лам яқтуру ва кана байна залика қауама." Олар сондай Алланың сүйген құлдары, егер олар мал мүлік жарататын болса, онда олар ешқандай ысырап етпейді, немесе сараңдықта жасамайды, екеуінің ортасында жолды ұстанады. Сондықтан кімде кім біреудің ақысын артығымен беретін болса, онда ол ысырап жасады дейді. Біздің ғұламаларымыз айтады, тәпсір ғұламаларымыз. Ал кімде кім біреудің ақысын бермей қойса, әйеліне, отбасына, өзінің жақынына, көршісіне, немесе өзіне сараңдық жасап, онда ол қатар жасады дейді. Яғни Алла тағала сөгіп отырған, Алла тағала бізге тыйым салып отырған сараңдық. Алла тағала сараңдықтан сақтасын. Біз сол екеуінің ортасын ұстанатын, сондай Алла тағаланың құлдарымыз, сондай үмметпіз. Ал енді тағы бір мәселе бар. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Уәәти зәл қурба хаққаху вәл мискина вәбна сәбил вәлә тубәззир тәбзира." Иннал мубәззирина кану ихвана шаятин ва кана шайтану лираббихи кафура. Алла сақтасын. Сен өзіңнің туыстарыңның, жақындарының ақысын бер дейді. Туыстарың, жақындарың ақысын бер. Міскіннің ақысын бер. Міскіннің ақысы зекеті, оны бер. Мүмкіндік болып тұрса садақаңды бер. Сол секілді жолда қалған жолаушының ақысын бер. Оның да ақысы зекеті. Бер мал мүлкінен зекетін. Ақысын әркімнің беру керек. Бала шағаңнан бастап. Бірақ сен тәбзир жасама. Шегелеп тұрып айтып отыр. Тәбзир жасама. Исраф, бізде ысырап дейміз. Ол да арабтың сөзі, исрафтан шығып тұр. Ал енді тәбзир екінші мәселе. Алла тағала сөгет: "Иннал мубәззирин", тәбзир жасайтындар, олар шайтанның бауырлары. Ал шайтан ол Раббысына кәпір болған, Раббысына қарсы шыққан жаратылыс дейді. Тәбзир деген не ол? Тәбзир деген, сіз қашан мал мүлкіңізді адал жерге артығымен жаратсаңыз, мойныңыздағы міндетті орындаймын деп артығымен жаратсаңыз, артығымен ішіп қойсаңыз, артығымен жеп қойсаңыз, артығымен мысал үшінге жаңағыдай беріп қойсаңыз, ол ысырап. Ал харам жерге жаратып атса, онда ол тәбзир. Тәбзир ысыраптан көбірек қауіпті. Яғни тыйым салынған жерге, бараттан ночной клубқа кіреді де, мысал үшінге бәленбай миллионды бір түнде тастап шыға салады. Кешке қарай бір ресторанға кіретті, ішімдікті ішеді, кальянды шегеді, сөйтеді де, мысал үшінге миллион, 2 миллионды тастайды да кетеді. Бар ондайлар біздің арамызда. Жоқ емес, бар. Тәбзир. Тәбзир. Ал бұл, оны жасаған адам шайтанның, іблістің
бауырлары, ертең шайтан ібліспен бірге мәңгілік тозақта қалуы мүмкін, Алла сақтасын. Сондықтан бізде ысыраппен бірге тәбзирден де шариғатымыз қайтарады. Ол тәбзирден көбірек ескертіп қайтарады қажет болатын болса. Сондықтан кім мал мүлкін қайда жаратып жүрмін қарау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой: "Лән тазула қадама абдин яумал қиямати хатта юс'ала ан умрихи фима афна, ва ан илмихи фима фаал, ва ан малихи мин айна иктасаб, ва фима анфақ." Мағынасы не? Қиямет күні пенденің екі аяғы дейді, Алланың құзырында сұрақ жауаптан, есеп қысаптан босамайды, кете алмайды дейді. Ол өзінің өмірін қайда жіберді? Өміріміздің барлығы біздің санаулы, құрметті жамағат. Санаулы, әрбір күніміз барлығы өлшеніп қойған. Оған бәріміз сенеміз, күмәніміз жоқ. Әрбір күн шығып кетіп бартқан кезге бізге ескертеді: "Мен кетіп бара жатырмын. Міне 11 сәуір 25 жылмын. Қайтып келмеймін, болды. Келесі жылғы 11 сәуір ол 26 жыл. Егер көзің тірі болса, 25 жылдың 11 апрелі болды. Кетіп бара жатырмын" деп бізге ескертеді. Яғни өмірін қаншалықты ысырап қылмай, дұрыс пайдаланды. Сауапты амалға, сауапты іске, сауапты жағдайларға қаншалықты өмірін пайдаланды. Білімін қаншалықты халыққа, өзіне, отбасына пайдасын тигізіп оған амал етті. Сонымен қатар мал мүлкінен сұралады. Ол қайдан таптың мал мүлікті? Әрбір теңге, әрбір тиын ертең Алланың құзырында сұрағы бар. Әрбір теңгенің сұрағы бар, бауыр. Ойламауымыз керек. Мисқале зарра дейді. Мисқале зарра, зәренің салмағындай ізгі амал жасайтын болса, оның ертең Алланың құзырында сауабын көреді. Зәренің салмағындай жамандық күнә жасайтын болса, оның ертең зардабын шегеді дейді Алла тағала Құранда. Бір теңгеде білеміз біз қаншалықты молекула бар, бір теңгеде қаншалықты зәре бар. Сондықтан әрбір нәрсен қайдан таптың, қайда жараттың деп ертең бізден сұрайды. Алла тағала сол сұрақ жауапқа тұратын күні баршамызға абырой берсін. Алла тағала ысырап етушілерден, тәбзир жасаушылардан етпесін. Мойнымыздағы әрбір міндетті ақыны толығымен шариғаттың шеңберінде орындап жүруді нәсіп етсін. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетімен өмір сүріп, ертең өзінің құзырына жүзіміз жарық болып баруды нәсіп етсін иншалла. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.